Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде иман нұры діни танымдық хабары. Студияның бүгінгі қонағы Нұрғасыр мешітінің ұстазы Ержан Мизамов. Қош келдіңіз. Бүгін бағдарламада исламдағы салауатты өмір салтын ұстану туралы әңгімелесек, сол турасында тарқатып айтсақ. Қош көрдік. Біріншіден, бисмиллахир-рахманир-рахим. Ең алдымен пайғамбарымыздың хадисімен бастасақ, пайғамбарымыз хадисінде әлсіз мұсылманнан мықты мұсылман, күшті мұсылман Алланың алдында сүйкімді, және де Алла оны жақсы көреді деген. Осы турасында осы хадиске амал ете отыра, біз де осы өмірде мықты мұсылман болуға тырысып, салауатты өмір салтын ұстанып, дұрыс жолмен жүруді өзімізге әдет қылуымыз қажет. Өйткені білесіз, қазіргі заманда өте бір сондай салауатты өмір салтын ұстану қиын заман болып тұр. Өйткені бұған жаңағы біріншіден дұрыс тамақтанудың болмауы, одан кейін адамдардың жұмысқа көп мән беріп, салауатты өмір салтын ұстай алмай қалып жатады. Сондай кездер көп болады. Осындай қиын заманда біріншіден пайғамбарымыздың хадисіне амал қылып, екіншіден өз денсаулығымызды дұрыс қалыпқа келтіру мақсатында осындай бір спортқа мән беруіміз қажет. Және де пайғамбарымыздан келген тағы бір хадисте денсаулық бұл сендерге Алланың берген аманаты дейді. Сол аманатқа біз қиянат жасамай дұрыс денсаулығымызды күтуіміз қажет. Осы турасында енді мешіт, біз Нұрғасыр мешітінде облыстық жастар секторымен көптеген жақсы бір шаралар жасап жатырмыз. Осы мұсылман бауырларымызды салауатты өмір салтына бағыттау мақсатында, салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында көптеген шаралар жасап жатырмыз. Атап айтқанда, біріншіден бұл спорттық ойындар, футболдан, волейболдан, немесе жүзуден деген сияқты. Нұрғасыр мешітінің жанынан биыл Нұрғасыр командасын құрдық. Арнайы осы құрамы мешіт жамағатымен, мешіт шәкірттерімен жасақталған. Биыл қала чемпионатына қатысып, Алланың қалауымен бірінші орын алған болатынбыз. Осындай бір нәрселер жасалып жатыр. Енді бұл ниетіміз, мақсатымыз бұл біріншіден осы салауатты өмір салтын ұстану, және де жастарға дұрыс жүру, дұрыс салауатты өмір салтын ұстану мақсатын насихаттау. Негізгі мақсатымыз. Енді дұрыс тамақтану деп қалдыңыз. Дұрыс тамақтану төңірегінде осы дінде қандай кеңестер береді, қандай бағыт-бағдар береді? Алла Тағала Құранда айтады: ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер дейді. Осы аятты тәпсіршілеріміз өте кең түрде біздерге түсіндірген. Бұл ішіңдер, жеңдер дегені адам өзі тамақ жеген кезде бір нормасы болу керек, бір нормасы. Бұл қатты көп тамақ жемеу керек, және де тамақты орнымен, уақытымен жеу қажет деп келтірген. Өйткені қазіргі кезде, міне арнайы білесіз, жаңағы фастфуд дейміз ғой. Фастфуд немесе тағы да бір тамақтарды жастарымыз көп жеп, асқазаны немесе денсаулығын бұзып жатады. Осы турасында дұрыс тамақтану қажет. Пайғамбарымыздың келген хадисте адамның асқазаны 3 бөлікке бөліну керек. Бұл бірінші бөлігі тамақ, екінші бөлігі су, үшінші бөлігі бос кеңістік болу қажет деген. Яғни адам өз асқазанын толтырмай, 3-тен 1 бөлігін толтырса, сол адамның өмір сүруіне, дұрыс жүруіне жеткілікті деген хадисі бар. Сол үшін де адам осы тамақтанған кезде, енді сарапшыларымыз да айтады ғой, аз-аздан, бірақ үнемі болып тұру керек деген. Осы турасында пайғамбарымыздың да хадисі бар. Алланың алдындағы ең сүйкімді іс бұл тұрақты түрде жасалатын, бірақ аз-аздан болса да тұрақты түрде жасалатын іс деп айтып кеткен. Сол үшін де бұл әрбір нәрсеге осындай бір пайғамбарымыздың хадисіне сүйене отырып біз жасасақ, иншалла бұл жақсы болады. Алла қаласа. Спортқа келсек, енді спортпен айналысу салауатты өмір салтының айнымас бір бөлшегі. Ал бірақ спорт арқылы жаңағы құмар ойын бар, басқасы бар. Осы жағына қарай әуестігі ашылып кетіп, тура жолдан тайқып кетпей ме, қалай ойлайсыз? Өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Осы
қазіргі заманда мешітімізге келетін көп сұрақтармен келетін жамағаттың осы сұрақ, міне жақында ғана Еуропа чемпионаты өтті ғой. Сол Еуропа чемпионатының пайдалы да жақтары бар, зиянды жақтары да бар. Зиянды жақтары міне өзіңіз айтқан жаңағы ұтыс ойындар. Өйткені осы Еуропа чемпионатын көріп көп жастарымыз ұтыс ойындарына қатысып, сол жақтан ұтылып, немесе тағы да бір зиянды жақтарын көріп жатады. Алла Тағала бұл нәрсені бізге харам қылған. Яғни ұтыс ойындарына жаңағы ақша салып, соны тігіп, ол харам қылған. Сол үшін де бұл нәрсеге негізінде ең абзалы мүлде жоламаған дұрыс. Ал енді жолап, немесе сол ойынды ойнап, ұтылып қалған жағдайларда адам дереу тәубе қылып, Алладан кешірім сұрау қажет. Және де осындай бір нәрселерге өзінің құмарлығын арттырмау мақсатында негізінде бұндай нәрселерден ең дұрысы жоламаған дұрыс бұл нәрсеге. Өйткені адам осы нәрсемен бір жаңағы ұтыс ойын бастап кетіп, содан ұтып кеткен жағдайда оның одан сайын жаңағы ниеті, құмарлығы ашылып кетеді. Осы жақында ғана бір бауырымыз келді, осындай мәселесімен, жаңағы ең бірінші сол басындағы ойындарға жай әзіл үшін ақша салып жібереді, кейін қомақты сумма ұтып алады. Содан кейін оның құмарлығы ашылып кетіп, жаңағы көптеген ата-анасының ақшасын, бауырларынан қарызға сұрап ақша барлығын осы ойындарға тігіп, ең соңында ұтылып қалады. Осы жақында келіп, сондай бір үлкен өкінішпен келіп айтып отырды. Сол үшін сондай бауырларымызды біз көріп, басқа жастарымызға, басқа бауырларымызға осындай бір ойындарға жолмау керек екенін айтқымыз келеді. Өйткені Алла Тағала харам қылған нәрсе бұл біздерге ешқандай пайда әкелмейді. Өйткені Алла Тағала ең көруші, білуші, естуші, біздерге не хайырлы, не хайырсыз екенін біледі. Сол мақсатта Алланың бізге харам қылған нәрсесін біз дұрыс деп санап, немесе бұл жаңағы кейбір бауырларымыздан естиміз, бұл ойдың жарысы, яғни бұл жерде ұтқан жағдайда біздің ойымыз ұтты деген сияқты нәрселер айтып жүреді. Жоқ, Алла Тағала бізге бұл нәрсені ашық харам қылған. Алла Тағаланың ашық харам қылған нәрсесін біз қалай жақтасақ та, қалай қорғасақ та халал қыла алмаймыз. Сол үшін бұл нәрсеге ең абзалы жоламаған дұрыс. Ал енді жолап түсіп, осы арбауына түсіп қалып, осы жеңіл ақшаның алдыңызға келген жандарға алдымен қандай әрекет жаса деп кеңес бересіздер? Қандай ақыл айтасыздар? Дұрыс. Ең бірінші ондай бауырларымыз келсе, біз тәубе қылдыру. Өйткені осы жасаған қателік үшін Алланың алдында тәубе қылып, Алладан кешірім сұрауға біз шақырамыз ең бірінші кезекте. Ал екінші кезекте енді осындай жағдайларға түскен бауырларымыздың көбі ата-анасының қаражатымен жұмсап, ата-анасын ренжіткен бауырлар. Сол үшін екінші кезекте бұл біз ата-аналарын кешірім сұрап, сол ата-аналарының алдына барып, барлығын түзеуге уақыты бар екенін естеріне саламыз. Өйткені пайғамбарымыздың жеткен хадисте адамдардың барлығы қателесуші, адамдардың барлығы пенде деген, бірақ та солардың ішіндегі ең жақсысы бұл күнәсін, қателігін түсініп, Алладан кешірім сұрағандары, тәубе қылғандары деген. Осы мақсатта бізде пайғамбарымыздың осы хадисін түсіндіріп, және де әлі де уақыты бар екен, әлі де дұрыс өмір сүріп, жаңағы жасаған қателігінің артынан жақсы бір амалдар жасап, Алланың разылығын, ата-анасының разылығын алуға уақыты бар екенін біз түсіндіреміз. Пайғамбарымыздан келген хадисте пайғамбарымыз айтады, адамдардың арасында нығметті білмейтін екі топ бар. Бұл біреуі уақыт нығметі, екіншісі денсаулық нығметі деген. Яғни адамдар осы уақыт пен денсаулықтың нығметін білмей жатады. Ал бұл бізге берілген ең үлкен нығмет Алладан. Адам қанша ақша беріп, немесе қанша дүние мүлкін беріп, уақыт пен денсаулықты сатып ала алмайды. Яғни сол біз уақытымыз бен денсаулығымыз бар кезде осы барлық нәрсені түзеуге болатынын түсінуіміз қажет. Ал денсаулық мәселесін үлкендер жағы қалай күтеді? Егер жастар жағына жарай түсінікті спортпен айналысу, жаңағы футбол бар, волейбол бар, енді ересектер жағы салауатты өмірді қалай ұстану керек? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға
білесіз, пайғамбарлық 40 жасында келген. Және де пайғамбарымыз көп жорықтарға, жаңағы 40 жастан кейін 50-55 жасында жорықтарға шыққан. Яғни сол 50-55 жасында жорықтарға шығып, өзі ат үстінде жүріп, көп нәрселер жасады. Және де біздің ата-бабаларымыз кезіндегі Қабанбай, Бөгенбай батырлардың барлығы 50 жас, 60 жасына дейін ат үстінде жүрді. Яғни мұнымен білуге болатын, бізге үлгі олардың осылай жүруі. Және де біз де ертең бір 50-60 жасқа келген кезде, немесе қазіргі 50-60 жастағы ағаларымыз сол ағаларымыздай, батырларымыздай бола алмаса да, бірақ та көп жүріп, көп серуендеп, және де жаңағы тамақтануы дұрыс болса, иншалла, көп ұзақ өмір сүріп, салауатты өмір салтын еркін ұстай алады деп ойлаймын. Жастардың қызығушылығы қалай, жаңағы жасалып жатқан бастамаларға қатысу белсенділігі қалай? Нұрғазы, біз енді басында осы шәкірттерімізбен былайша айтқанда қызыққа көрейік қатысып деп бастаған болатынбыз, бірақ та кейін өте бір жақсы белең алып, жақсы ойнап, кейін осы қала чемпионаттарына шыға бастадық. Және де қайырымдылық турнирлерге қатысып, Алланың қалауымен барлық қатысқан жарыстарымызда бірінші орын алып келе жатырмыз. Бүгінге дейін Ақтөбе қаласында өткен 8-8 форматындағы қала чемпионатына қатысып, сол жерде 27 ұпай алып, бірінші орын алдық. Осы жақында ғана бітті. Және де көптеген қайырымдылық турнирлерін жасап жатырмыз. Нұрғасыр мешітінің атынан, мысалға, нәрестелердің бар ғой, кішкентай нәрестелердің еміне қайырымдылық турнир жасаймыз. Яғни жиналған сума осы нәрестенің еміне жұмсалады. Осындай 2 турнир жасап, 2 нәрестенің еміне, операциясына біз кішкене болса да өзіміздің үлесімізді қостық. Енді Алла қаласа ертеңгі күні тағы да осындай бір қайырымдылық турнирі болайын деп отыр. Алла қаласа. Бұндағы мақсатымыз бірінші кезекте бұл салауатты өмір салтын насихаттау. Жастарымыз осылай қайырымдылық жасай отырып, футбол ойнап, өзінің денсаулығына мән береді. Ал екіншісі, ол әрине енді қайырымдылық. Осы кішкентай баланың, нәрестенің еміне кішкентай болса да үлесімізді қосып, біз қосқан үлесімен ол нәресте ауруынан айығып жазылып кетіп жатса, бұл әрине біз үшін де өте бір үлкен қуаныш. Сол үшін де осындай бір жақсы салауатты өмір салтын насихаттайтын амалдарды істей отыра қайырымдылықта жасап жүрміз. Енді Алла қаласа көптеген осындай бір жақсы дүниелер істеуге ниеттеніп отырмыз. Жастар секторы болып, Алла қаласа. Түсінікті. Салауатты өмір салтын сақтайтын, жаңа айтып өткен спорт болсын, дұрыс тамақтану болса, ал енді оны бұзатын да дүниелер бар. Жаңа зиян заттар. Ішімдігі бар, темекісі, тағы басқасы дегендей тыйылу жолы олардан. Әсіресе жастарда, жас буында қалай жүріп жатыр, немесе қандай кеңес бар, қандай амал жасау керек? Өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Енді осындай жағдайлар көп кездесіп жатыр. Ол енді өкінішке орай қазіргі жастарымыздың негізгі бөлігі осындай жолдарда жүр. Енді бізден айтылатын насихат бұл бірінші кезекте осындай жағдай болса, ортасын түзеу қажет. Яғни адам ортасы қандай болады, өзі де сол ортаға еліктей. Сол үшін де егер де осындай бір заттарға өзі жақындап жүретін болса, онда дереу өзіне қарасын, және де өзінен кейінгі ортасына қарасын. Өйткені ортасы дұрыс болса, сені жақсылыққа шақыратын достарың болса, ол адам ондай жерде жүруге ұялады. Ал айналаңдағы достарың, туыстарың немесе бауырларың сондай болса, онда сен де солармен бірге сол жаңағыдай зиянды заттарға кетіп қаласың. Сол үшін де мен сондай бір бауырларымыз болып зиянды заттардан бас тарта алмай жүрген болса, осы Нұрғасыр мешітіне шақырамын. Бізде мешітімізде аптасына 3 рет жамағатымызбен бірге футбол ойнап, көкке шығып, немесе аптасына 4-5 күн бойы дәрістер өткіземіз. Мысалы, дәрістерде сол жақсылыққа үндеп, жамандықтан тыю мақсатында жамағатымызға жақсы бір насихаттар айтамыз. Сол үшін де сондай бір бауырларымыз болса, иншалла мешітке келсін, мешітіміздегі бауырлармен бірге болып, жақсылық жасап,
жаңағы жамандықтардан, зиянды заттардан құтылуға иншалла біз жақсы бір насихаттар айтамыз. Ересектер жағын қандай амал қолданса? Бізде енді ересектерде жастар ересектер деп бөлінбейді ғой. Иә, бізде жастар ең жасы бұл 5 жасар бала, ал ең үлкен шәкіртіміз бұл 70-тегі атамыз. Сол үшін 70-тегі атамыз да келіп, кейде біздермен бірге футболға барып, ойнамаса да қасымызда жүріп, секіріп, салауатты өмір салтын ұстанып жатады. Сол үшін де иншалла адам жақсылық жасаймын десе, ол жасы маңызды емес, ең бастысы ниеті, ықыласы болса болды. Салауатты өмір салтын ұстанамын десе де жас шектеу емес. Жас шектеу емес, иә. Өйткені пайғамбарымыздан келген хадисте амалдар ниетке байланысты дейді. Егер де адам шынайы бір ниет қылса, онда оның жасы немесе ұлты ол маңызды емес. Ең бастысы бұл ниеті түзу, және де ниеті жақсылық жасау, салауатты өмір салтын ұстану болса болды иншалла. Ал енді ортада, жаңа орта деп қалдық, адамды жалпы түзейтін де, құрдымға жіберетін де оның ортасы. Бірақ кейбір ортада жүруге тура келеді. Мысалы, жүруге мәжбүр болады. Сондай жерлерде өз-өзін қалай сақтайды адам? Енді сондай жағдайлар болған жағдайда, енді біріншіден Аллаға көп дұға қылу керек. Осы ортада мені дұрыс жүруімді нәсіп қыл деп көп дұға қылу керек. Және де енді ондай ортадан мейлінше амалын тауып, дұрыс ортаға бейімделу керек. Өйткені айналасындағы адамдар бәрібірде әсер етеді. Бүгін әсер етпесін, ертең әсер етпесін, бірақ арғы күні солардың ықпалына кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін де бірінші кезекте сондай жерлерде мәжбүр болса жүруге, онда көбірек дұға қылсын Алладан иншалла. Ал екіншіден жаймен басқа ортаға, жақсы бір ортаға ауысуына, өзінің сол ортаға баруына ықпал жасауы қажет. Сол кезде иншалла жақсы ортаға түскеннен кейін адамдар айналаңдағы болып жатқан жақсылықтардың барлығын көріп, өзде жақсы амалдар, жақсылықтар істеуге иншалла ат салысады. Бұндай кезде оқылатын қандай да бір дұға аяттар бар ма? Арнайы бойыңда таза ұстау үшін? Әрине дұғалар бар, бірақ та ондай дұғаларды білмеген жағдайда өзі ішінен қазақша дұға қылса болады. Ал егер осындай бір дұғалардың әсерімен иншалла көп дұға білмесе, бұнда Фатиха сүресін оқып, әрдайым Фатиха сүресін оқып жүрсе, және де өзіне осы Фатиха сүресімен дем салып жүрсе, Алла қаласа Фатиха сүресі қорғайды. Өйткені Фатиха сүресі бұл Құранның анасы. Яғни кез келген адам дұға тілеп Фатиха сүресін оқыса, иншалла осы сүре Алланың ықпалымен, Алланың қалауымен адамды қорғайды. Алла қаласа. Салауатты өмір салтын ұстануда дәріптеу қаншалықты дәрежеде жүріп жатыр? Мысалы, әлеуметтік желіде болсын, енді сіздің жаңа бастап жатқан бастамадан қаншалықты хабардар, оны қаншалықты біліп жатыр? Енді қазіргі заманда әлеуметтік желісіз елестету қиын болып кетті ғой. Қазіргі заманда адам не істесе де, қандай бір жақсы амал істесе де әлеуметтік желіге салып отыру қажет. Бізде осы мақсатпен әлеуметтік Инстаграм, Фейсбук парақшаларында өз парақшамызды ашып, сол жерде осы жасап жатқан дүниелеріміздің барлығын салып бөлісіп отырамыз. Жамағатымыз, халық көріп отырады, әрдайым қолдап отырады. Осы мақсатта Нұрғасыр немесе жастар секторының жеке-жеке парақшалар бар. Сол парақшаларға барлық нәтижелерді, барлық жасалып жатқан дүниелердің барлығын салып отырамыз. Енді халық жақсы қабылдап жатыр, жастарымыз жақсы қабылдап жатыр. Қазіргі кезде күннен күнге осы ат салысуға мешітімізге көп жастарымыз келіп жатыр. Енді Алла қаласа біздің жасап жатқан дүниеміз жақсылық алып келсе, 10 адамға, 100 адамға жақсылық келсе, бұл біздің жасап жатқан амалымыздың қабыл болғаны деп ойлаймыз. Сол үшін де иншалла осы қарқынмен иншалла жұмыс жасаймыз. Алла қаласа көп жақсылықтарды жасаймыз деген ниеттеміз. Енді жастарымыз басты ықыластары жақсы, ниеттері жақсы.
осы жастарымызбен бірге көп жақсы амалдарды жасаймыз деп мен ойлаймын, Алла қаласа. Онда бұйырса жақсы бастамаларға Алла өзі себепші болсын, жақсы күндерде жолға салауатты өмір салтын ұстанатын, жамандықтан қашық ұстайтын, жақсылыққа жақын жүретін жандар көп болсын ортамызда. Бүгінгі сұхбат үшін алғыс білдіремін. Қымбатты көрермен, осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Жақсы күндерде жолыққанша еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.